Сонымен, мына суретті көріп тұрсыңдар ма? Балалар. Так, таныс ба бұл сурет сендерге? Көріп едіңдер бұрында? Лекция сабақтарында, практика сабақтарында көрдіңдер ме осы нені, суретті? Орындарыңдар ғой жұмысты? Көрдіңдер ма? Алуа? Апай, көрдік. Так, бұл не қылған сурет? Алуа, не қылған сурет бұл? Не қылған график? Қалай? Алуа? Кім айтады? Дәрмен? Вот ашық сабақтарда да өстіп үндемей отырасыңдар, я? Сонымен, балалар, бұл градуирлеу графигі. Естеріңде болса, біз жаңағы SV46-ны өттік қой, SV26 спектрофотометрлерді. Естеріңде ма? SV26 құралын естеріңе түсіріңдер. Не қылған құрал ол? Осы құралды қолданған кезде заттың концентрациясын анықтауға біз градуирлеу графигін қолданамыз. Градуирлеу графигінде біз стандартты ерітінділер дайындаймыз. Стандартты ерітінділер деген не? Ол ерітінді концентрациясы нақты белгілі ерітінділер. Түсінікті ма? Мысалы, бір белгілейтін заттың мөлшері ол ерітіндіден 0 болу мүмкін. Одан кейін оған 20 миллиграмм концентрациясы 20 молярлы, 40 молярлы, 60 деген сияқты бірнеше ерітінді дайындаймыз. Естірсіңдер ма? Ол ерітінділердің біз жаңағы спектрометрге салып, оның оптикалық тығыздығын өлшейміз. Және, мысалы, мені 20 нормалды ерітіндіні неге салған кезде спектрометрға оның оптикалық тығыздығы мынандай бопты. 0,1. Ол нүктені табамыз. Келесі ерітіндіні саламыз. Оның оптикалық тығыздығын табамыз. Сөйтіп, кем дегенде 5 ерітінді дайындап, олардың оптикалық тығыздықтарын тауып, оны графикке нүктелерін қойып шығамыз. Одан кейін ол нүктелерді не істейміз? Жалғаймыз. Енді біз, мысалы, концентрациясы белгісіз ерітінді болатын болса, біз оның оптикалық тығыздығын өлшей отырып, оның концентрациясын график бойы анықтай аламыз. Оны автоматты күйде дайындауға болады. Көрдіңдер ма? Бірнеше стандартты ерітінді дайындаймыз. Оны автоматты күйде спектрофотометрлерде нелерін, жаңағы спектрлерін тауып, оптикалық тығыздықтарын тауып аламыз. Және автоматты күйде оның графигін сыза аламыз. Енді қараңдар. Мысалы, калий марганец О4 ерітіндісінің оптикалық тығыздығы белгілі екен. Және стандарт ерітінділер дайындалған. Концентрациялары бар. 0,103, 0,106, 0,9, 12, 15. Олардың оптикалық тығыздығы бар. Енді осыған график сызып көрейік. Абсцисса осінде біз концентрацияларды белгілейміз. Қараңдар, концентрация 0,103-тен басталады, 0,115-ке дейін. Мені осыларды белгілеп шығамыз. 0,103, 0,106, ара қашықтықтары барлығы қандай болу керек? Бірдей болу керек. Және графикті біз қандай қағазға сызамыз? Миллиметрлі қағазға сызамыз. Өйткені ара қашықтығы бірдей нүктелерді алуымыз керек. Сонымен мені белгілеп шықтық концентрацияларды. 0,103, 6, 9, 12, 15.
Енді ординатаға нені белгілейміз? Оптикалық тығыздықты белгілейміз. Қараңдар, 0,1000-нан 162-ден бастап 0,1000-840-қа дейін екен. Мені белгілеп шығамыз. 0,10-нан 1, 10-нан 2, 3, 4, 9-ға дейін. Сияма? Біздің заттар неміз? Сандарымыз сияды, Енді қараңдар, 0,100-3 концентрацияны аламыз. Оның оптикалық тығыздығы 0,1000-нан 162. Табамыз. Міне, осы нүкте. Белгілеп қойдық. Келесі 0,106 концентрация. Оның оптикалық тығыздығы 0,33. Табамыз оны. Қай жерде екен? Міне, осы нүкте. Белгіледік нүктені. Келесі концентрация. 0,109. Оның оптикалық тығыздығы 0,1000-нан 499. Табамыз. Міне 0,109 концентрациясы, оның оптикалық тығыздығы міне мына аралықта. Так. Так, жалғастырамыз. Мына нүктені белгіледік. Өстіп, барлық 5 концентрация ерітінділерін белгілеп шығамыз. 0,112. Оның концентрациясы оптикалық тығыздығы 0,100-670. Белгіледік. Келесі соңғысын белгілейік. 0,115 концентрация, оптикалық тығыздығы 0,1000-нан 840. Нүктелерді белгілеп шықтық. Бұл түсінікті ғой? Жауап естілмейді. Барлығың микрофонды жарайды. Енді біз не істейміз? Бұл нүктелердің барлығын бір-бірімен жалғастырамыз, байластырамыз. Сонымен біз міне график шығардық. Түзу. Енді қараңдар. Калий марганец О4 ерітіндісінің оптикалық тығыздығы 0,1000-нан 539 екен. Кювета несі ұзындығы 1 сантиметр. 540 нанометр толқын ұзындығында, жаңа спектрофотометрде толқын ұзындығын алған, жаңағы ерітіндіні салған. Енді соның концентрациясын анықтау керек дейді. 0,539 дегеніміз міне оптикалық тығыз. Оны сызықпен келтіреміз графикке дейін. Міне графикпен қиылысқан жер нүктеден төмен қарай түсіреміз. Сонда оның концентрациясы мына болып шықты. Шамамен қанша? 0,10-нан-1 моляр. Түсінікті ме? Сонда біз белгісіз концентрацияны график бойымен, егерде оның оптикалық тығыздығы белгілі болса, біз оны график бойынша ала аламыз. Енді осы алған концентрациямызды есеппен дәлелдеп көрейік. Мынау Бургер-Ламберт заңы, оптикалық тығыздық. Оптикалық тығыздық заттың ерітіндінің концентрациясына тәуелді.
Бұл Бугер-Ламберттің заңы. Бугер-Ламберттің заңы бойынша оптикалық тығыздық эпсилон пропорционалды тұрақтылыққа көбейтілген толқын ұзындығына, толқын ұзындығы емес, жаңа кюветтің ұзындығына және концентрацияға тәуелді, осылардың көбейтіндісі. Енді мына эпсилонды пропорционалды тұрақтылықты есептеп шығарып көрейік. Бізге осы қазір есепке қажетті болады. Ол үшін біз мына берілген нелерді аламыз. Сандарды. Ұзындығы 1 сантиметр дедік. Ол кювета ұзындығы. 1 сантиметрлік кювета. Кювета дегеніміз не ол? Ыдыс. Ертінді құятын. Осы ертінді жаңағы кюветаның 1 сантиметрлік кюветаға аламыз жаңағы бірінші концентрацияны және оптикалық тығыздықты. Сонымен оптикалық тығыздығымыз 0,162. Бұл түсінікті ғой, Эпсилон белгісіз әзірше. 1 сантиметр дегеніміз L, ұзындық, жаңа толқын өтетін ұзындық. Және концентрациямыз 0,103. Толық санын жазайық. 0,103. Енді осы жерден біз мына эпсилонды пропорционалды тұрақтылықты табуымыз керек. Ол үшін екі жақты да 0,103-ке не істейміз? Бөлеміз. Бұл математикалық амал. Енді осылайша біз қысқарту жолымен эпсилонның мәнін таба аламыз. Сонымен қанша болады? Калькулятормен есептеп көрсек. Бөлеміз 0,103-ке. Болады екен 5,4. Немесе 5,140. Бұл пропорционалды тұрақтылық. Бұны есептеп шығардық. Түсінікті ғой? Енді жаңағы есебімізге оралатын болсақ, бізге берілген есеп бойынша оптикалық тығыздық, оптикалық тығыздығымыз формулаға саламыз. 5,4 эпсилон, L-іміз 1, эпсилон литр сантиметр мольге болып белгіленеді. Так, L-іміз 1 дедік, 1 сантиметр. Концентрациямыз С. Бұл жаңағы Бугер-Ламберт заңы. Енді есеп бойынша бізде оптикалық тығыздық белгілі. 0,539. Мына формулаға салып отырмыз. Міне, Бугер-Ламберт заңына. Эпсилон есептеп шығардық 5,4. L 1. Концентрацияны біз табуымыз керек. Сонымен концентрацияны табу үшін біз не істейміз? Қалай ойлайсыңдар, не істейміз? Математикалық амал. Екі жақты да 5,4-ке бөлеміз. Нәтижесінде не шығады? Мына жақтың бәрі қысқарады. Қысқарады. Тек қана концентрация. Енді мына екі жақты есептеп шығарамыз. Калькулятормен бөліп шығарған кезде 0,539-ды 5,4-ке бөлсек, болады екен 0, қанша?
Мыңнан, 100-ден Охо. 99. былайша айтқанда, Мыңнан 90. Иә. мыңнан 998. 0 бүтін 10 мыңнан. Иә? Былайша айтқанда, қараңдар, мына сан біздің график бойы табылған санмен өте жақын. Иә? Математикалық жолмен есептеген кезде, иә, біз нақтырақ таптық. 0 бүтін 0-ден 9. Иә? Ал бізде 0 бүтін 10-нан 1. Түсінікті ғой? Мгм. Так, сонымен балалар, сұрақтарың бар ма? Градирлеу графигін, калибрлеу графигін қалай сызу керек екен? Иә? Ол не үшін керек екені түсінікті ма? Алуа. Иә. Так, сонымен не үшін керек екен? Өлшеу үшін апай. Нені өлшеу Оның үшін? концентрациясын табу үшін. Вот. Егер де біз жаңағы нені ерітіндіні концентрациясын білмейміз, бірақ та оны спектрометрге салсақ, оның оптикалық тығыздығын көрсете аламыз. Иә, табылады ол. Жаңа экраннан шығады. Енді сол оптикалық тығыздықты біз графикке салып, оның концентрациясын анықтай алады екенбіз. Сол үшін бізге градирлеу графигі керек. Түсінікті ма? Тағы да бір видеоны көрсетейін қысқалы. Осы жерде сіздерге түсінікті болады. Міне қараңыздар. Мынау стандартты ерітінді дайындалған уже. Иә? Көрініп тұр ма бәріне? Группа, көріп тұрсыңдар ма? Жоқ. Жоқ апай. Жоқ, апай. Так, қазір көрсетемін. Так. Так, енді көрініп тұр ма? Дәрмен, көрініп тұр ма? Иә. Вот. Енді қараңыздар. Иә, апай көріп тұр. Мынау стандартты ерітінді. Кішкене алға қарай жылжытайық. Міне, стандартты ерітінді дайындалған уже. Иә? Бірнеше стандартты ерітінді дайындаймыз. Иә? Және оны біз бірнеше жаңағы түрлі спектрофотометрге саламыз. Міне, мынау портативті спектрометр. Осыған бұл портативті спектрометр неге компьютерға жалғанады. Ол программа бойымен автоматты күйде спектрлер шығады. Иә, міне. График шығады және спектрлер. Осы спектрлер бойынша біз жаңағы кюветаны салып отырып, оны анықтай аламыз. Түсінікті ма? Так, ары қарай жылжайық. Мысалы, бірінші кюветаны аламыз. Кювета деген мынандай ыдыс, иә? Естеріңде ғой? Кюветаны саламыз спектрометрге. Сол кезде экранда автоматты күйде не шығады? Графиктің өзі спектрлер шығады. Міне. Түсінікті ма? Программа бойы біз ары қарай оны өңдейміз. Өңдеу барысында міне осындай өзі график сызылып шығады. Түсінікті ма? Өстіп, келесі жаңағы нелерді, кюветаларды салғанмен, ол өстіп өзгеріп, жаңағы график сызылып тұрады. Түсінікті ма? Келесі жолы біз уже жаңағы концентрациясы белгісіз ерітіндіні салған кезде, график бойымен біз оның концентрациясын анықтап ала аламыз. Түсінікті ма? Сонымен, құрметті студенттер, градирлеу график деген не? Кім айтады? График. Так, естілмей тұр. График? Калибрлеу графигі дегеніміз не? Қалай құрыла алады?
құралу ережелері қандай? Апай, оның астында ерітінділері, үсті жағында тығыздықтары белгіленеді. X сызығына біз концентрациясыны, Y-ке біз оптикалық тығыздықты белгілейміз. Жарайды, ары қарай. Сол тығыздықтары белгілі болса, соларды нүктелерін белгілеп алып, сол нүктелерді біріктіретін боламыз. Ол жерде концентрациясы белгісіз болса, концентрациясын тауып аламыз есеппен шығарып. Дұрыс. Және әр затқа біз арнайы график сызамыз. Түсінікті ма? Ол үшін бірнеше стандартты ерітінді дайындауымыз керек. Стандартты ерітінді дегеніміз ол концентрациясы белгілі ерітінділер. Оны нақты жаңағы әдістемесі бойынша сумен ерітіп 100 мл колбада нақты концентрациясын шығарып жасап аламыз. Оны содан кейін спектрометрге саламыз. Так, сонымен құрметті студенттер, осы берілген мәліметті қолданасыздар. Қосымша мәліметті келесі әдебиеттерден аласыздар. Мына жерде жаңағы интернет материалы бар, видеолар, оны да міндетті түрде қарап шығыңыздар, сонда барлығы де түсінікті болады сіздерге. Және келесі бағалау критерийлерге назар аударыңыздар. Міндетті түрде оқып шығыңыздар. 5-ке не істеу керек екен, 4 алу үшін қандай жұмыстарды орындау керек екен. Және осы бағалау критерийлерін ескере отырып, Платонск платформасындағы тапсырмаларды орындап, әдеттегідей Платонскқа саламыз. Түсінікті ғой, Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз? Апай, түсінікті. Бәрі түсінікті ма? Жоқ. Дамир, саған түсінікті ма? Жарайды, онда мен сіздердің тапсырмаларыңызды, жұмыстарыңызды күтемін. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.